отырып көріп кетсем, 137 жасар анам менен 140 әкемді көріп кетсем. Мен өлсем қайран жүрек тоқтай ма екен, мәңкір мен мүңкір келіп соттай ма екен, 80-дегі шал келіп қабіріме әкет ай қайдасың деп жоқтай ма екен. Талайдың қызықтырып есін алған, менен де өтер сөйтіп есін жалған, бәрінен де кемпірме қиын болар 99 жасында жесір қалған. Кеңдігін көріп кетсем керегеннің, ерлігін жасап кетсем еренердің, шіркін-ай 100 жасында өліп кетсем 60 жылдық тойында немеремнің деп айтады. Білгенге бұл дүние құрдалбаса, жол түгел бір күніңді құм болмаса, я Алла 100-ге мені жеткізе көр, 99 жасайын тым болмаса деген екен. Армандар шіркін солай биік болсын. Қазақ айтады ғой, бір жастықта ағартсын, бір жастықта ағартайсың ағайын. Мына бір ата мен апа өткенде айтып жатырмын, өткенде де бір ата мен апа болған екен дейді, екеуі бір ауылға жарасымды, тату тәтті, елге үлгі болатын бір ақсақалды ата мен апа болған ғой, жастары 90-ға ашқан, біреу 92-ге келген атамыз, апамыз 91-де, екеуі асарын асап, жасарын жасап, 70 жыл бірге тұрған ғой, 70 жыл. 70 жыл бірге тұрған ғой, сол кісілерге сонда айтады дейді бір күні, әрдайым әлгі апам атаның қызметінде ғой, атам бір қабағын түйсе болды, апам қызмет етіп шайын жүгіріп жүретін апалар ғой. Бір күні апамда настроение жоқ, бір түйіп, апа отыр дейді, 91-дегі апа. Сосын жаңа ат айтады ғой, ей кемпір, шайыңды қой деп. Өзің қойып ал деп айтады дейді 91-де. Ойбай 70 жыл бір қарсы келмеген апаң айтып тұрған сөзін қара. Ей кемпір, шайыңды қойсын, өзің қойып ал деп айтады дейді. Ей кемпір, андағың не? Мінез көрсетейін дедің бе 70 жылдан кейін десе, сюрприз деп айтады дейді. Сонда жаңа апа айтады дейді, настроение жоқ, ей шалау, екеуміз асарымызды асап, жастарымыз жастап, міне 90-нан астық 100-ге жақындап қалды. Енді ан жаққа баратын болсаң, шалау бірінші сен кет деген ғой. Ата бала сияқты ашуланып, айғайға салып гүркіреп, ей кемпір, 90-нан асқанда немене, менен құтыла жүрсің бе? Неге маған кет дедің? Өмір шіркін тәтті ғой, ан жаққа қалай кетем деп ата айғайға басқан ғой. Сонда апам айтады дейді, ей шалау, мен кетіп қалсам сені кім күтеді? Мені кетіп қалсам саған шайыңды кім береді? Мен кетіп қалсам сені кім күтеді? Балалардың современный. Олар да пенсияда уже. Немерелерің пенсияға шыққанда, бірақ та бәрі городской қалада орысша сөйлейді, ауылға келіп сені кім күтеді деп айтады дейді апам. Сонда ата ойланып қапты. Әй, действительно 70 жылда қасында жүрген серігім, бір жаста ағарам мынау кемпір 90-нан асырды мені уайымдап отыр екен ғой деп. Уайымдап отыр екен деп. Әй кемпір, осы 30 жыл бір қарсы келмес, 70 жыл бір қарсы келмесең де, бүгін мені сөзбен жеңдің деп ішіп жатқан қасықты алып бастан саңқ етіп апа. Апа 91-дегі апа жылап, мынау бір қол көтермеп едің, бір ауыз сөзімді көтермедің, әндағың не деп жылай кеткен ғой. Атам не дерін білмей қап айтады дейді, әй кемпір, қыз күніңде маған қарамай жүргенің есіме түсті, әлгі жылым ұстайды деп айтады. Сондай бір жасты ағаралатын, бір жасты әдемі, тату тәтті бір қартай алатын, бір жасты ағаратын ата апа болуға жазсын. Шаңырақтар берекелі болсын, мерекелі болсын. Мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Осындай той шаңырақтарыңызда бір емес 2 реттен болсын. Бесік тойдан 5 рет болсын. Шілдеханадан 7 рет болсын. Алла қаласа жыл сайын келіндеріңізде 2 рет болсын. Аламандық той құтты болсын. Ары қарай тілек айтып жалғап отырыңыздар, ән айтпесеңіздер тағы бір ән айтып